Армысыздар, құрметті ата-апалар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көп жасаған қария, ақылды теңіз дария. Көп өнеге сөзі бар, сөзі соқпақ сөзінар. Құрметті қариялар, мән бермеген біз уақыттың қалай жылдам өтіп кеткенін сезбей қалыппыз. Енді міне, бүгін 1 қазан қарттар күні. Қарттар біздің асыл қазынамыз. Бүгін осында отырған аталарымыз бен апаларымыздың мейрамы құтты болсын. День пожилого человека – праздник чистый и светлый. Праздник наших родителей, бабушек, дедушек. Люди пожилые, вы во всем такие, отдаете душу, опыт и любовь. Балалық
Осыған байланысты Нұр Отан партиясы Тараз қалалық филиалы өзінің ыстық лебіздерін білдіру арқылы осы құрмет грамотасын осы мекемеге ұсынып отыр. Соны рұқсат етсеңіздер, мәтінін оқып берейін. Нұр Отан партиясы Тараз қалалық филиалы. Партия Нұр Отан Тараз городской филиал. Құрметті ардагерлер, аға ұрпақ, халықаралық қарттар күніне орай шын жүректен шыққан құттықтауымызды қабыл алыңыздар. Бұл мереке аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық білдіретін және ардагерлерге қамқорлық көрсететін күн болып табылады. Нұр Отан партиясы Тараз қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары Балжан Пернебекова. Уважаемые наши получатели специальных социальных услуг, сейчас хочу, пользуясь случаем, еще раз вас поздравить с таким хорошим праздником, теплым осенним праздником, Международным днем пожилых людей. В нашем интернате, в стенах нашего интерната, мы уже вторую неделю празднуем этот праздник. Это вы знаете, что весь наш коллектив, который состоит из 176 человек, это все члены партии Нур Отан, это наша ведущая партия, партия нашего президента, это флагман нашей страны. Благодаря членам этой партии претворяются в жизнь огромная, такая всемогущая политика нашего президента Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это школа, где учатся наши одаренные дети, одаренные во всех направлениях. Это будущее наше. Им это огромное спасибо, потому что сейчас очень напряженный школьный график, очень ему сейчас тяжело, только начало учебного года. Султан Аймалайын сіздерге творчество табыс, сіздердің басшыларыңызға үлкен табыс жұмыста, оны білім беріп жатқан балаларыңыз Құдай қаласа жоғары биіктен көріне берсін. Тағы сіздерге үлкен рахмет. Сенен кейін нұр жүзінен ақтайып, қуат кетіп бара жатыр қартайып, отбасында, бала-шаға арасында 70-тер мен 80-тер жыл қалтайып. Көңіл жетім болмағанның соң сыңары, жас баладай жылдамдаған жағары. Қайта қарадың кеп тұрады, қарыс естіп қалбақтайды баладай. Мәпелеңдер қат біткенді айлап, ниеті ақ көңілі кеңді алдай. Кім болсын қаттық жер айқындар. В каждой стране есть категория людей, которые требуют особого внимания и заботы. Это люди пожилого возраста, опытные, мудрые, добрые. Сегодня для нас просто дедушки и бабушки. Но сядьте и поговорите с ними, и вам откроются страницы их жизни. А это история каждой семьи, история
ана мейірі күн көзімен барабар тұла бойға қуат болып таралар. Қарсы аламыз классика хип-хоп. Бабаларым болмасын деп кеуеде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өміріме мынау мұлқа бобең дегенде. Бабаларым, рахмет сендерге деп, Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай, міне, біз өзіміздің ата-әжелеріміздің алдында қарыздармыз. Ол қарызымызды тек жақсы тәрбие арқылы, адамгершілігі мол, мейірімді болу арқылы ғана, оларды көрген жерде құрметтеп, сыйлау арқылы ғана қайтара аламыз. Сіздермен болған Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары, Назар оқушыларыңызға рахмет. Келмесін, бақыт көңіл ермесін, жаманшылық көрмесін, бақытын семесін. Бақ қарасын қадырнатын бетіне кеткен, торды сырыңа берекі отбасын